Стас, кейде айлығымыз жетпей қалғанда ретке тамақ аламыз, сол қаншалықты дұрыс? Бір имамдар айтты, күнә деп дейді. Тамаққа жетпей қалғанда алып жей берсін. Бір кейде сондай сұрақтар табастарда, вообще бір күнә істемей, бір Африкада джунглиде тұратындай, Сахара Такламаканда тұратындай, Қытайдағы Такламаканда тұратындай сөйлейсіздер де кейде. Вообще күнә көрмейді, харам дегенде бүйтіп қарап, харам дегенде бүйтіп қарап. Бір күнә істемейтін екі адам, вообще әйел көрмеген ғой, қысқа юбка мен былай шаш ашылған әйел көрмепті екеуі. Сон екеуі жолға шығыпты, бір қалаға барып келейік депті. Бір-бірін айтты, көрсек, бүйтіп бетіміз жауып жүрейік, астағфирулла деп. Сон екеуі жүріп келатыр, әйел жоқ. Бір уақытта біреу субханалла депті. Сөйтсе анау қайда деп іздепті ғой. Сол сияқты сіздер бір өмірде бір күнә істемей, вообще бір сондай кеше ғана гитара сияқты да. Айналайын, өзі әр нәрсе жөнімен болады ғой. Дұрыс. Біз сенің жағдайың жақсы болып тұрса, саған ешкім кредитке кірмейді, жетіскеннен ешкім кредит алмайды. Сұрақтың өзі айтып тұр, тамаққа қиналуын, тамақ жоқ дейді. Шариғатта керек десеңіз процент тамақ алған адамға жүрмейді. Аштан өліп баратқан адам ешкім қарызға ақша бермесе, онда міндетті түрде жанын сақтау үшін процент алуға болады деген шариғаттың үкімі бар.